айтқан жоқ. Қиямет күні болады, есеп болады, тұрасыңдар 50 мың жыл. Сол кезде шаңның тозағындай жақсылық үшін, шаңның тозағындай жамандық үшін есеп беретін күндер болады деген хабар келген. Сондықтан бұл осы саған хабар жетті ме дейді. Бұл хабар тек қана бізге Құранмен емес, бұнау сонау ғасырлар бойы бірінен соң бірі жетіп жатқан хабардың бірі болып табылады екен. Келесі аятында Аллах айтады: "Вужуху яума идин хашиа". Ол күні жүздер дейді. Яғни сол күні қиямет күні жиналған адамдардың жүздері хашиатун, үрейге толған, сондай мүләйімсіген, сондай қорқынышқа қамтыған, сондай жүздері бір мұңайған жүздерді көресің дейді. Бүкіл адамның жүзі осындай болады. Қияметтің күнінде, ол күні хабар жеткен кезде, ол күн орнаған кезде, ол күнге түскен адамдардың жақсының да, жаманның да бәрі уайымға түсіп кететін кездер болады екен. Сол үшін Аллах Тағала Құранда да айтқан, жаңағы сондай бір жаңағы жанмен өзін-өзі сөгуші жанмен ант етейін деп келеді. Яғни ол неге олай ант етіледі? Өйткені жақсы адамды қатты өкінеді, неге жақсылық көп істемедім деп, жаман адамда өкінеді, неге жамандықтан алыс тұрмадым деп. Ол күні көп адамдардың жүздері түңеріп, хашиатун деген араб тілінде залилатун, яғни қор болған, төменшіктеген, ешқандай бір не жоқ. Қазір мысалға біреуге бір Құдайдан қорықпайсың ма, намаз оқымайсың ба біреу? Тәкаппарланып, қойшты бір кеудесін шығады ғой. Ондай нәрсенің бәрі қалады ол кезде. Бәрінің жүні жығылып қалған, ештеңе дей алмайды, өлгеннен кейін Құдай қайттан тірілткен, жағдай не болатынын біліп тұр да. Біреу намаз оқымаған, оны біліп тұр. Біреу ораза ұстамаған, біліп тұр. Біреу ғайбаттар сөйлеген, біліп тұр. Біреу жетім жесірдің хақысын жеген, біліп тұр. Біреу бұл айтқанда адамдардың дүниесін тартып алған, біліп тұр. Біреу-біреуге жала жапқан, біліп тұр. Осының бәрі естеріне түсе бастайды да, 50 мың жыл бойына. Мұңаят. Қасында кім тұрғанмен шаруасы жоқ. Қасында, дәл қасында баласы тұрса да, оны білмес еді. Сондай бір уайымда жүздерін мұң басқан күн дейді ол күні. Келесі аятын айтады: "Амилатун насибатун". Амилатун деген амал істеген жүздер олар. Burada жүздер деп адамдарды айтып жатыр. Кәдімгі адамдар олардың жүздерін айтты, өйткені кей адам қиналса, қуанса, оның белгісі қаяқтан көрінеді? Бетінен көрінеді. Сол үшін сол мұң басқан беттерді Аллах Тағала осы аятта тікелей айтып жатыр. Ол адамдар дейді, осы жүзі мұңайған адамдар дейді. Олар амал істегендер дейді. Насибатун, шаршаған дейді. Енді осының тәпсіріне қарайық. Салафтар бірнеше тәпсір береді. Сахабалардан жеткен тәпсірлер бойынша айтады, олар дейді өзге дін өкілдері дейді. Яхуди христиандар. Олар Құдайға құлшылық жасаған дейді. Шіркеуден шықпаған дейді. Бірақ дұрыс жолды таңдамаған, амал істеген, насибатун, шаршаған, бірақ пайдасын көрмейін деп тұр да, болды. Бүкіл өмір кетіп қалған. Бүкіл өмір кетіп қалған. Омар разияллаху анху бір күні Шам қаласына барады. Шам қаласына барған кезде алдынан рахибун дейді, бір поп адам шығады. Әбден қартайған, денесінен еті қашқан, терісі сүйегіне жабысқан, бет әлпеті сарғайған, бірақ өмірінің бәрін құлшылықта өткізген да, қате дінде. Сол енді ол кезде Омар разияллаху анху әмір болып тұрған кезде мұсылмандарға соның алдынан келіп, оған бір-екі шаруасымен жолығады. Омар оны көретті, ұзақ қарап тұрады, кейін рахиб кетіп қалады. Кетіп қалған кезде Омар қатты жылайды да. Кісілер сұрайды, неге жыладыңыз дейді. Ана мискин, фахуа мискин дейді, міскін дейді, ана бишара дейді. Халі қандай аяныш дейді. Бүкіл өмірі денесінен еті қашып шал болып құрғанша құлшылық істеп жатыр, бірақ пайдасын көрмейтін болды дейді. Құранның осы аятын оқиды. Амилатун, амал істеген, насибатун, шаршаған дейді. Бірақ баратын жер дозақ болайын деп тұр. Сол үшін кей кезде бұл аяттан шығатын мәселе, сол үшін кей кезде салафтардан жеткен аяттың осы хадиспен болған тәпсірін қарасаңыздар, осы амал істеген, шаршаған деген аяттың алдында астына қандай хадисті келтіреді олар? Сахих хадисті келтіреді. Айша анам, бұл Бұхариде де бар, Муслимде де бар. Жаңағы бұл Айша анамыз жеткен хадистерде де "Ман амила амалан", кім бір амал істесе, кез келген құлшылықтың бір түрін істесе дейді. "Лайса алейхи амруна",
ол істеген ісі не Құранда жоқ, не сүннетте жоқ. Фахуа раддун, қабылданбайды, тасталады болды. Құран бізге түсті, Құранмен амал істеу үшін, білгеніміз істеу үшін емес, Құранмен амал істеу үшін. Хадис, пайғамбар бізге хадистерін айтты, білгеніміз істеу үшін емес, хадиске амал істеу үшін. Бұл аяттың астында Құранды сүю, бұл аяттың астында хадисті сүю деген жатыр. Сен бір амал істеп жатсың. Бәріміз де адамбыз, бәріміз қателесеміз. Істеп келе жатыр едік, бірақ та сен осы істеп жатқан нәрсеңе Құраннан, хадистен дәлел жоқ. Тастай сал болды. Құраннан артық емес. Құраннан артық емес. Бекерге шаршап қаласың. Абдулла ибн Масуд айтқан сол үшін әл-иқтисаду фис-сунна хайрум минал иштихади фил бид'a дегенде, сүннетті ақырындап орындау деген бидағатты бұрқыратып істегенден гөрі артық дегенде. Бидағатты бұрқыратып істеген бидағаттан гөрі аз да болса сүннет абзал болып табылады деген. Сол үшін бұл жердегі негізгі аят жаңағы басқа дін өкілдері болмаса иман келтірді, бірақ Аллахқа серік қосады. Олардың да амалының бәрі күйеді. Құран айтып кім Аллахқа серік қосса, оның амалы күйетінгі туралы хабарлар Құранда өте көп хабарланған. Және Аллах кешірмейтінін айтқан. Айтайық, бір адам күнде 5 уақыт намаз емес, 50 бас намаз оқиды тек, 50 уақыт. Түнде оқиды екен, тахаджуд оқиды, бірақ әр уақытқа сыйынады. Кетті амалының бәрі. Пайдасы жоқ. Аллах айтқан, ана ағна шурака ани шарик. Мен ешқандай серік қосуға мұқтаж емеспін дейді. Субханалла, көп ақыл керек емес. Шайтан алдап тұр да. Аллах бәрін көріп тұрса, Аллах бәрін естіп тұрса, Аллахтың құдіреті бүкіл нәрсеге жететін болса, тіпті Аллахтың қатарында Исаға сыйынуға, пайғамбар болған Исаға сыйынуға тыйым етілген болатын болса, онда саған не керек әр уақытқа сыйын? Онда кәфір болып кетеміз. Құдайдың құдіреті бүкіл нәрсеге жетеді. Сол үшін шынымен біреулер амал істейді, бірақ оның амалы не? Ширкпен күйіп кетеді. Біреудің амалы бидағатпен күйіп кетеді. Біреу басқа дінде жүріп, өз амалдарын күйдіріп алады екен. Сол үшін инна дина индаллахил ислам, Аллахтың алдында қабыл болатын дін ол ислам діні болып табылады екен. Мына ол күн олар амилатун насиба, амал істеген шаршаған дейді. Жаңа хадисте Айшанамыз жеткен хадистің бірінші хадисін айттық. Ман амила амалан, кім қандай да бір амал істесе, лайса алейхи амруна, оның істегенде бізден бір бұйрық болмаса, фахуа роддун, қабыл етілмейді. Мардудун деп келеді бір хадисте, ғойру мақбулун деп түсіндіреді. Қабыл етілмейді. Және бір хадисте келеді, мән ахтаса фи амрина хаза, кім дінде жоқ бір нәрсені ойлап тауып істей бастаса дейді. Мән ахтаса фи амрина хаза ма лайса минху, дінде болмаған бір нәрсені жаңалық ойлап шығарса, фахуа роддун, ол қабыл етілмейді дейді. Екеуі де бір мағынаны береді, қолдан келгенше құлшылығыңды Құранға, сүннетке, шаман келгенше сәйкестендіруге тырыс деген мағына береді екен. Енді аяттың жалғасы не дейді? Ол жүздер сондай бір мұң басқан жүздер еді, қор болған жүздер еді. Бүкіл уайым кеп тұр. Дүниеде ойлаған жоқ. Ей, аға, ертең өлім бар ғой, енді бәріміз, атаң да өлген, апаң да өлген, сен де бір күні қайтасың. Құдай болса, енді жақсы сөз жармырса, жаман сөз айта берме. Бір молдалар жақсы айтатын әңгіме. Не сендер? Өлім, тозақ, қорыққаннан басқа білмейсіңдер. Қорқытуға болмайды ол. Жат болады ол, деп өзіңе ақыл үйреткісі келеді. Бірақ жарайды. Соны ойламағанда өлім бізді ойламай қоя ма? Хадис құдыста не деп айтты? Аллах Тағала, я ибн адам, ей адам балалары, ла тансал маут, өлімді ұмытпаңдар, файнал маут ла тансал, өйткені өлім сені еш уақыт ұмытып кетпейді дейді. Болды. Осыны ойлай берсек болды. Мұсылманға да бұл парыз бізге ойлау. Құран аяты бойынша да парыз өлімді ойлау, хадис бойынша да бізге парыз. Пайғамбар айтқан, «Әктиру мин зикри хазимил лаззат», адамның рахатын қашыратын өлімді еске алыңдар дейді. Өзіңе бір мезгіл есіңе салып қой. Жатар кезде, басқа келетін кезде, бізге неге бұл дүниеде ұйқы бар, неге ол дүниеде ұйқы жоқ? Бұл дүниедегі ұйқы өлімнің бар екенін еске алу үшін да. Күніге өлімді еске алу үшін саған. Қазір кетем, бітті. Құлақ естімейді, көз көрмейді, жатам. Соң ұйықтайым, бірақ төсекте жатырмын ғой, ертең қабірде жатамын ғой. Еске алу үшін. Және Аллах Тағала осы өлім бар екен қанша ескертіп жатыр. Қанша адам өмірден қайтып кетіп жатыр. Туысқандарымыздың арасынан. Бір жылдың ішінде сен естіген нәрсені хабарын естісең, қанша бір өмірден қайтқан адамдарды көресің, солардың қатарында біз де бір күні кетеміз, бірақ өлгенде мәселе сонымен бітпейді ғой. Абу Бакр Сыддық разиаллаху анху өз сөзінде айтқандай,
Мән дахалал қабра біла амалин фәка аннама ракибал бахра біла сафинатын дейді. Кім амал жасамай, намазсыз, оразасыз, тәубесіз қабірге түссе дейді, ол тура бір мұхиттың ортасына қайықсыз тасталған адаммен тең дейді. Мұхиттың ортасында енді біздерде ондай теңіз бар шығар, мұхит көрген жоқсыз ғой, оны түсіп көрсеңіздер көресіздер. Ол құр су емес қой, арықтап бүйтіп рахаттанып жата беретін. Мұхитқа түскеннен кейін түк көрінбей қалады. Толқын деген бүйтіп сені жоғарыға апарып, одан кейін түскен кезде, шетінде екі таудай толқынды көрген кезде ойланасың, одан кейін қайсы балық келіп қай аяғымды жұлып кетеді екен деп күтіп отырасың да. Болды. Білмейсің. Қай балық қаяқтан ояқта жаңағы сәл аяқ қолында жыбыр-жыбыр еткізсең болды, акуланың көзі 5 километр жерден көреді. Ал қабірдің жағдайы одан да қиын. Амалсыз кім қабірге түсіп кетсе, ол теңізге тасталған қайықсыз адамнан да жағдайы қиын болады дейді. Міне сол қияметтің күнін әрқашан естен шығармауымыз керек. Ертең сол қияметтің күні барған кезде біреулер амал істейді, шаршайды, өйткені ол Аллахтың келтірген дініне сәйкес амал істемеді. Одан кейін Аллах айтады, сол адамдар не болады? Тасла нарон хамия. Олар күйдіруші отқа кіргізіледі. Күйдіруші отпенен жандырылады. Оттың, дозақтың бір сипаты, әлбетте дозақ шыменде ол оңай шаруа емес. Жалынына шырпының шыдамаған дозақ жайын шымбарлап оғам адам дейді. Бұл дүниенің отына да біз шыдамаймыз. Бір шырпы жанып біткенше саусағын ешкім төсеп тұра алмайды. Ал енді ол дүниенің оты Алла сақтасын, ол оңай шаруа емес. Бұл дүниенің өзінде қанша деген нәрселерді көріп жатырмыз. Бір пожарник кісіні білем, ислам дінін қабылдаған бір үй өртенгеннен кейін қаладағы. Сондағы айтып отқан сөзі, бір жерде бір молда дозақ туралы уағыз айтқан дейді. Естідім, бірақ енді жақсы сөз екен деп, бірақ әлі дайын емеспін, жаспын ғой деген оймен кеттім дейді. Бір жерде өрт болды, бардық дейді. Барсақ бір үйдің жасы үлкен кісі екен дейді. Өртенген, үйден өрт шыққан кезде сасқалақтаған адам. Сөйткенде үйдің кілтін қайық қойған білмейді, есікті аша алмаған, биік этаж шыға алмаған, сөйтіп ана барған, айқайлаған, сөйтіп өрт лапылдап жана бастаған. Сосын бұл сасқанда ваннаның ішіне кіріп мұздай суды қосып, жаңа судың астында өрттен сақтанама деп ойлаған, сөйтсе тура сол күні мұздай су жоқ, тек қана ыстық су бар екен. Не суға шыдамайды, от деген қаптап әкетіп бара жатыр, түтініне тұншық бара жатыр. Шыдай алмай, не күйіп өлу керек болды, шыға алмайды, не істерін білмегенде, сол жерде жіп байлағына дарға асылып өлгенде. Таңдау керек болған біреусін. Ол оңай шаруа емес. Ол оңай шаруа емес. Енді шыменде Аллахтың қалауыменен денесі күйіп өлген адамдарға да күйген адамдарға да жаназасын шығарып демін де салдық. Бірақ сол кезде ойлайтынбыз, бұл оңай өлім емес екен. Дозақтың жағдайы не болады деп ойлайсың. Міне сол олар дозаққа түседі, күйдіруші. Оның ыстығы, дозақтың отының ыстығы бұл дүниенің отының ыстығынан 70 есе артық. Бүкіл жер бетіндегі от атаулын жинап алып кел. Жер астындағы жаңағы магмасы бола ма, жоқ вулканың бола ма, мұхиттың астында жанса да от сөнбей жана беретін вулкан бола ма, алып кел, одан 70 есе ыстық. 70 есе ыстық. Және адамның денесі үлкейтіліп сол дозаққа тасталынады. Денең терің жанып біткен сайын қайттан тері қаптатылып отырады. Сол жерде бұл не? Аллахтың алдындағы тәкаппарлықтары үшін болады екен. Кейін тусқа мин айнин ания, және оларға сусындандырылады. Неден? Мин айнин, сондай бір бұлақтан, дозақтан болған ания, қайнап тұрған аниятин, яғни бұл арабтың тілінде аниятин деген шегіне жеткен ыстықта. Мұнтахал хар дейді. Ыстықтың ең жоғарғысы, ол бізде ондай өлшем бірлік жоқ. Ол дозақтың ішінде сол сулар бар дейді. Оның ыстық, ол судың қайнағанына дейді. Дозақ болып жаратылғаннан бері қайнап келе жатыр дейді ол су. Дозақ қай уақытта жаратылды? Содан бері сол дозақтың жаңағындай 70 ыстығымен суымен қайнатылып тұр. Ертең сол дозаққа түскен адамдарға ішкізіледі екен. Ол дозақта бар суды ішкен кезінде яшвил вужух деп келеді. Олар қатты дозақта шөлдейді. Дозақта шөлдететін нәрсе оларға жегіздіріледі. Құр шөлдемейді ыстықтан. Шөлін күшейтетін нәрсені тағы да жеңдіріледі. Заққұм деген сияқты, және бұл аятта қазір келеді, қандай ағаштар жемістерін жегізетін. Сондай бір дозақтың жемістерін жегізеді, ол онсыз да ыстықтан күйген. Оның тек қана өзі емес, әрбір денесінде клеткасы су ішкісі келіп тұр. Денесіне су тисе болса жұтып алып қояр еді ол. Сондай қатты шөлдеген, осыны шөлдеген кезде оны суға жібереді, ол қарамайды қандай су екендігіне. Оны іше бастайды. Сол шегіне жеткен ыстық су дейді. Құран айтқандар, олар сондай су сұрап, шөлдеп, су деп шөлдеп сұрайды. Сұраған кезде